Ассалаумағалейкум достар, ақша табу каналына қош келдіңіздер. Бүгін Binance'тағы $10 таратып жатқан конкурсты айтатын боламын. Бірақ та достар, сразу өшіріп салмаңыздар, өйткені мен основной өзімнің YouTube каналымды көрсеткен болатынмын, бірақ та бұл жақта дополнительный информациялар, сіздерге керек информацияларды айтатын боламын, яғни толықтайтын боламын. Ана бірінші видеороликта дұрыс кішкене басын ғана айттым да, аяқ жағын айтпадым, сондықтан осы жолы толықтайтын боламын, яғни екінші бөлім десек те болады. Бейнероликті басымасы бұрын ең бірінші каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және лайк басып өздеріңіздің кез келген комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде сұрақты комментарий болса жауап беретін боламын. Ең бірінші осыған ссылканы қалдырып кетемін. Кіресіздер, кіргеннен кейін бұл жақта принять участие деген басасыздар и қасында регистрация прошла успешно деп шығады. Яғни сіз уже конкурсқа қатысып жатырсыз деген мағынаны білдіреді. Ендігі сәтте бұл жақта оқу керек. Біз оқысаңыз нақты бәрі дұрыс түсіндірілген негізі. Вы и каждый приглашен вам верифицированный пользователь, который сделает торговый объем от $100 в период проведения конкурса, получит по 10 буст. Яғни қараңыздар достар, бұл жақта тек қана рефералдар ғана оборот жасамау керек екен, и плюс бізде оборот жасау керекпіз, яғни торговля $100 ретінде. Сосын айтып кеткен, яғни минимально $10 қиыңыздар, себебі там минимальный вывод $10 деп, бірақ та мен бір нәрсені ұмытып кетіппін. Яғни сіздер плюс 10 буст аласыздар, сондықтан бұл жақта $5 құйсаңыздар да жеткілікті, яғни 2000 теңге, 3000 теңге құй жүрсеңіздер жеткілікті. И то 3000 теңгемен сіз 4 аккаунт оборот жасай аласыздар. Яғни өзіңізге ашасыз, потом үйіңізде кімге ашылмаған, маманы, папаңызға ашасыз. Яғни олар Face ID плюс паспорттарын жіберу керек, өздеріңіз білетіндей түсіндіріп айтасыздар, мынандай, соған істеген үшін маған $10 береді, плюс сіздерге $10 береді, и бір адамның артынан общий $20 аласыз. Яғни, мысалы қараңыздар, сіз мамаңыз артыңыздан еттіңіз, сондықтан сіз өзіңізге және де мамаңызға $10 аласыз, и $20, плюс егер сіз новый пользователь болсаңыз, онда мен $10 алам, сіз $10 аласыз, плюс тағы $10, сөйтіп $30 болады, и плюс тағы бір адам, мысалы папаның атыңызды ашсаңыз, онда өзіңізге $10 береді, и папаңызға $10 береді. 3 аккаунт бірақ сізде болады, сондықтан общая сумма сізде $50 болатын болады. Ал $50 бұл 23 мың ба, сондай ме тиын. Бірақ та айта кетейін, 3 аккаунтта торговля жасау керек, яғни верификацияны өту керек, плюс 100 оборот торговля жасау керек. Енді мен сіздерге бұны қалай толтырып және де қалай оборот жасау керегін компьютер арқылы көрсететін боламын. Ең бірінші біз торговля, одан кейін P2P торговля кіреміз, және де бұл жақта бізге қазір сәтте USDT сатып алу керек. Қазір мен 51 мыңға сумма сатып алатын болам, сондықтан 51 мың деп жаздым, және де оплата Каспий банк, сондықтан Каспий банк таңдадым, и маған список бойынша көрсетіліп тұр. Так, қараңыздар, 470, 30, міне 470 80 тиын, яғни наяқта 30 тиын, анақта 80 тиын, там копейк қана разница, сондықтан осыны алатын болам. Купить USDT 51 мың деп жазамын. 51 мың, яғни $108 алады екем, и купить USDT дегенді басамын. Ендігі сәтте қараңыздар, Каспий номер маған көрсетіп қойған екен. Каспий номер немесе өздерінің 16 Каспийдің саны болады, яғни карточкадан 16 сан. Соң екен біреуі тұрады, соған жібересіздер, и оплачено далее дегенді басасыздар. Мен қазір сәтте жіберетін боламын. Күте тұрыңыздар. Енді қараңыздар, мына ваш платеж получен, актив USDT был отправлен на ваш аккаунт. Ендігі сәтте бұл жақта біз обзор кошелька деген кіреміз. Біздің $108 пополненияда жатыр, яғни кошелек пополнение жатыр. Біз оны спотовыйға жіберу керекпіз, өйткені бұл жақта торговля спотовый арқылы болу керек. Мына қараңыздар достар, пополнение, одан кейін бұл жерде 6718 рублей жатыр. Яғни мына жақта перевод деген кнопка тұрады, осыны басасыздар. Одан кейін мына пополнениядан және де бұл жақтан фиат и спотқа жіберетін боламыз. USDT C деген басамыз и подтвердить деген басамыз. Бұл жақта вообще комиссия алмайтын болады, сондықтан шексіз бұл жақта бүйтіп айналдыра берсеңіздер болады. Қазір міне енді основной аккаунтқа бізге түсті, яғни спотовый аккаунтқа. Ендігі сәтте біз торговля жасау керекпіз, үшін торговля деген басамыз, одан кейін бұл жақта спот дегенді басамыз, яғни спотовый торговля. Мен қазіргі сәтте USDT-ді бустқа ауыстыратын болам, соң жақта мына жерде USDT таңдам и қасына буст іздейтін болам, яғни бұл жақта алфавитпен тұр. Алфавитпен тұр. Мына буст дегенді іздейміз.
міне boost деген тұр, осын басамыз. Одан кейін төмен түсеміз, және де бұл жақта cross 3x тұрса spot дегенге ауыстырамыз. Және де бұл жақта ползунокты да максимально дейін апарамыз. И мына қараңыздар, менде еще счетта жатқан $104, сонымен общий сумма менде $111 болыпты. Купить boost дегенді басамын. Все, бізде ордер созданы. Мына жақта шықты. Мына қараңыздар достар, уже автоматически маған келді. Яғни менде қазір сәтте 111 буст бар, сондықтан қазір енді мен 111 бусты сразу USDT-ге ауыстырып аламын, сондықтан продать буст дегенді басамын. Яғни достар, мен бұл жақта тоже торговля істемедім, сондықтан торговля мен қазір ғана істедім. Істеген үшін енді маған $10 беретін болады, плюс және сіздер жасаған үшін тоже каждыйыңыздан $10 беретін болады. Егер де өздеріңіз основной аккаунттарыңыздан торговля жасамасаңыздар, онда жалпы бүкіл рефералдардан бонус алмайды екенсіз. Сондықтан міндетті түрде өзіңіз де торговля жасау керексіз. Сіздермен мен болған Апок, ақша табу каналы, келесі көріскенше.